аналарына бір 7 қыз шақырып берсеңіз, жасы 17-93 жас аралығындағы любая красавица. Жастардың бір ойыны болсын. Бағана ағаларымызға өлең айтты, ол кісілерді өлең айтты, қанша болды? Орындықтарға отырып алыңыздар. Бұл орындық тағанса ойынға осы орындықпен қоштаспауға тырысу керек максимально. Өйткені задание орындайсыздар, білдірсіздер, заданиені айтып, сол заданиені тез-тез келіп орындаған кезде сразу орындықтарыңызға отырып алыңыздар, өйткені сіздер келем дегенше бір орындық шегеріліп отырады. Сондықтан да капрондарыңызға сенсеңіздер, таблоқтарыңыз қатты биік болса, шешіп қойсаңыздар да болады. Өйткені қазір жүгіреміз максимально, быстро, четко, ровно. Ал сіздер жюри боласыздар, келіскен болса, қыздар бірінші репетиция болсын, орныңыздан тұрайық. Бір биік болсын, одан кейін музыкаға отырған кезде мен задание айтамын. Ал кет. Қыздар қазір мәшімет болсын ішкәрге. Бірінші задание, қай жақтан болса, ол жақтан қарызға ақша алып кетіңіздер. Любая игра. Кәсіби бол деген болмайды. Кәсіби бол деген ол ақша алып береміз. Орамыз. Бұл задание репетиция болды. Барлықтарыңыз үлгердіңіздер, қарыз қалдыңыз ба? 10 мың теңге ма? Так, сізге 5 теңге, 2 мың, 5 теңге. Бұл тамаша. Бұл гарантированный приз. Тамаданың артынан сіз өзіңіз сумкаңыздан алыңыздар, қалғандарыңыз қарыз алып беріңіздер. Бермесеңіздер болады. Қалталарыңызға салып қойыңыздар. Бұл бар ма қалды? Бұл түші. Молодцы, тамаша. Кеттік, әрмен қарай берейміз. Музыка. Сразу задание. Селфи с официантом. Официантом, что вы будете? Селфи с участница қайда? Отырып алдым. Жеңіп қалды. Бірінші көру керек еді мына жерде сурет бар ма, жоқ па? Может, тұтырып жоқ болып қалып деген сияқты. Жарайды. Так, көрейік, сурет бар ма? Қарындасым молодец, жоқ болып кеткен. Так, бар. Официант тақиды, аман вообще хит болды, красавчик. Так. Бар екен, тамаша. Кеттік, әрмен қарай берейміз, қыздарға қошемет деп қойыңыздар. Ана қатты сізге алып беріңіздер. Стоп, мужской аяқ киім 42-ші размер. 42-ші размер керек. Аяқ болмасын. Қытайда келген ба, не болып кеткен? Қай размер? Бұл 42 сәр? 42 ма точно? Қадыр болсын? Оларға айтып көрейін, 42 болса оны ойнап шығасың. Қай жақ мама? 45-ші размер. Кімде? Точно ма? Смело 42. Рахмет. Аспаныз келдің сізге. Қайта беріңіздер. Иелері, носкимен қайтып жүрмесін. Сізге рахмет, қошемет деп қойыңыздар. Рахмет, тамаша. Естесіз ол. Естелік оқылайын деп пе? Ал кет, әрмен қарай берейміз. Обнять виновников торжества. Поелер құшақтаймыз. Şimdi, aynen
высокий болып қалған шығар. Лучше не верну. Потому что не поможет. Здесь главный виновник нашей зла. Еще 1000 тенге коррупции берут. Бәрі да? Сондай болып қалды. Неше өмірдегі сондай бірде отыздан бірде жеңістен тұрады, бірақ жақсы есе қатамызды. Рахмет. Ал, екі ханымға бір қошемет деп қойыңыздар. Так, таныс болайық. Есіміңіз? Айгерім? Зәуре. Енді кішкене демалы болайық кішкене, бір халыққа басы болайық. Зәуре, Айгерім. Сіздер бір-бір әріпке таңдаңыздар. Любой әріп. Қалаған әріпіңіз. Сразу айтам, бірақ сол әріпті таңдағаннан кейін мен сұрақ қоямын. Сол сұраққа өз таңдаған әріптеріңізден жауап беру керексіз. Келісіз бе? Ойының шарты сәл жеңілде түсірілген есе орыққан жайыңыз бар. Қандай әріп? Нәзім сізді деп ойлап көрдім мен. Бұл олай кетті ғой. Қандай? Негізі деп айтамын деп ойлап мәш. Здесь чуть-чуть, да, впервые, да? Қандай? Осы. Күшті болай кетті. Так, есіміңіз? Айгерім. Сіздіңізі. Есіміңіз? Сәуле. Қай жақтан келдіңіз? Қай жақтан келдіңіз? Семейден. Немен келдіңіз? Ақ машинамен. Немен келдіңіз? Самокат. Аяғыңызды размері қанша? 6. Аяғыңызды размері қанша? 8. 8. Қанша жігітіңіз болды? Айтуға болмайды. Қанша жігітіңіз болды? 80. Әдеп 8. Аяқ размері 80 деп, наоборот жігітті ауыстыру керек. 80 бәрекелді. Так, тойда не іштіңіз? Қандай ақ? Арақ деп айтсыз қазір. Так, тойда не іштіңіз? Не істегіңіз келіп отыр тойда? Ат дұршы келіп кетті. О, дұршы. Бірақ ат дұршы келіп отыр. Тойда не істегіңіз келіп отыр? Той иелеріне қандай тілек? Аспандарға ашық болсын. Той иелеріне қандай тілек? Сүйіктімен сүйісіп жүру. Сүйіктімен болсын шықпай демес. Бәрекелді, супер демал қошемет деп қойыңыздар. Ал кетіп, бір биік болсын аясына. Екі заттан келу керек. О әріпмен басталатын және О және Д әріптері. Екі заттан келу керек. Екі зат. О және Д. Домбыра деген сияқты О очки. Так. Д О. Д О. Бірінші біліп алайық. Қазір біраз геометрияны сабағын өтетін сияқтымыз ғой дейсіз. Д. Домалақ. Д домалақ деп. Бір емес екі домалақ алып бердіңіз, е? Екінші? Очки. Так. Орындықты кім алып берді? О, да бір орындықты бұл кісі болдыр ғой. Так, сіздікі? Д. Мен тек О деп түсіндім. О деп түсіндіңіз ба? Екеуі де очки орын, екеуі де орын тұрма? Дұдан бәрінде екі сат алып бердіңіз дедім ғой. Екі сат, бәрекелді. Қошемет деп қойыңыздар. Атыңыз кім еді? Айгерім ханымға бір қошемет деп қойыңыздар. Дегіңіздер, жақсы. Айгерім молодец, Айгерім просто бомба! Айгерім молодец! Как раз көлемізге басылып. Ал бүгінгі біздің кештің жеңімпазы. Сабина! Сәуле, жоқ сен атысы еді бұл бала, Сәуле, бәрекелді Сәулеге бір қошемет деп қойыңыздар. Бәрекелді сізді құрметті демалдай сөз жапат, енді Сәуле асықпаңыз. Зәуре ма?
Зәуре. Өзің шықпатын Зәуре ме? Бәрекелді. Енді жеңілген ханымдарға қандай тілек айтасыз? Және осы дәрежеге қалай жеттіңіз? Сонымен бөлісіп өтіңіз бұл. Таза еңбекпен сердің арқасында. Молодец. Ханымдарға не айтасыз? Ханымдарға күнсіреп, ұзақтырап, жайнап жүріп. Ең бастысы, ойында жеңілсе, өмірде жеңілбесін. Бәрекелді, қошемет етіңіздер, молодец. Бүгінгі күннің жеңімпазы Зәуре ханым. Бәрекелді. Қадірменді ханымдар, сіздерге апаттарыңыз құтты болсын.